Қазақстан тәуелсіздік жолында тар жол тайғақ кешуден өтті. Ата-бабаларымыздың барлық ерліктері тәуелсіз Қазақстанның берік ірге тасын қалады. Осындай тұлғалардың бірі Жұмабек Тәшенов. 1933 жылы Жұмабек темір жол құрылыс техникумына оқуға түседі. Бірақ ол оны аяқтай алмады. Халық шаруашылығында білікті кадрлардың жетіспеушілігінен оқуын тастап кетуге мәжбүр болды. Ол өзінің оқуын 20 жылдан кейін Мәскеудегі жоғары партия мектебін үздік бітірген кезде ғана аяқтайды. Қазақстан тарихындағы Тәшеновтың ерекше рөлі оның 20 ғасырдың 50 жылдары Қазақстан шекараларының тұтастығын қорғай білуімен байланысты. Сол кезде Хрущев тың өлкесін құруға бастамашы болды. Оған Қазақстанның 5 облысы кіруі тиіс еді. Хрущевтың көзі түскен жалпы жер аумағы Франция, Бельгия және Голландия аумағынан үлкен. Жұмабек Тәшенов егер жоғары кеңес әр республиканың жеке аумақтық мәселелеріне араласа бастаса, онда КСРО конституциясы күшін жою керек деп жар салды. Тәшеновтың Хрущевке батыл тойтарыс беруі Қазақстанның аумақтық тұтастығын сақтау жолындағы күресте тағдырлы болды. Сонымен қатар Тәшенов Түркістан облысының бір бөлігін Өзбекстанға беру және Маңғыстауды Түркменстанға қосу мәселелерінде Қазақстанның тұтастығын қорғауға қол жеткізді. Кеңес одағының коммунистік партиясы Тәшеновтың батыл шағымдарын кешіре алмады. Көп замай 46 жасында Жұмабек Тәшенов барлық негізгі лауазымдардан кетті. Жұмабек Тәшеновтың Қазақстан тарихындағы алар орны маңызды. Оның көмегімен Бауыржан Момышұлының «Артымызда Мәскеу» атты кітабы жарық көрді. Тәшенов Мұхтар Әуезовтің Абай романын Лениндік сыйлыққа ұсыну туралы бастама көтерді. Оның бастамасымен күрішші Ыбырай Жақаев пен Шопан Жазылбек Қуанышбаевқа социалистік еңбек ерінің екінші алтын жұлдызы табыс етілді. Тәуелсіз Қазақстан 30 жылдан бері жарқын болашағына батыл қадам басып келуде.